түрлі түсті қағаздар бар. Балалар осы қағаздарды алу арқылы топқа бөлініп отыра қояйық. Балалар сары түс бірінші топқа, жасыл түс екінші топқа, ақ түстегілер үшінші топқа жайғасамыз. Жарайсыңдар, тамаша. Ал балалар, олай болса, сабағымызды бастамас бұрын біз кешегі өткен сабақтағы тапсырманы пысықтап алайық. Үйге берілген тапсырма, иә? Олай болса балалар, үйге берілген тапсырманың тақырыбы қалай аталатын еді? Қазақстан өлеңі. Дұрыс айтасыңдар. Үйге өлеңді жаттауға ұсынғанбыз, және де қосымша дәптер мен тақта тапсырма берілген, иә? Жақсы, жарайды, тамаша. Олай болса, бірінші топтан жаттау өлеңді бірінші бір оқушы, екінші топтан екінші оқушы, үшінші топтан үшінші оқушы айтайық. Солай ма? Солай келісіп алайық. Олай болса, бірінші топтан кім айтар екен? Бірінші топтан Еркеғали. Қазақстан өлеңі. Балалар, ау, балалар, қатар басып баралар. Балалар айдай тулаған, бақасы қойдай шулаған. Балқаш көлге барайық, балығын ұстап алайық. Суына салқын түсейік, күптей күп-күп пісейік. Күн шуаққа жатайық, көз қызыққа батайық. Ән салып өлең айтайық, ауылға сүйтіп қайтайық. Жарайсың, тамаша, керемет. Ал екінші топтан келесі. Ал Еркебұлан айта ғой. Балалар, ау, балалар, қатар басып баралар. Балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған. Балқаш көлге барайық, балығын ұстап алайық. Суына салқын түсейік, күбіде күп-күп пісейік. Күн шуаққа жатайық, көп қызыққа батайық. Ән салып өлең айтайық, ауылға сөйтіп қайтайық. Жақсы, тамаша, керемет. Ал үшінші топтан кім айтар екен? Бұл жерде бір ер баланы таңдайықшы. Ал Еркеғали. Балалар, ау, балалар, қатар басып барабар. Балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған. Балқаш көлге барайық, балығын ұстап алайық. Суына салқын түсейік, күбідай күп-күп пісейік. Күн шуаққа жатайық, көп қызыққа батайық. Ән салып өлең айтайық, ауылға сөйтіп қайтайық. Жақсы, тамаша, керемет. Ал енді балалар, біз үйге берген өлеңді жаттап айтты. Енді дәптермен жұмыс болатын. Дәптермен қандай тақырыпта еді? Өзіңнен басқа тақырыбына қысқаша ойынды жаз. Қысқаша ойынды жаз. Олай болса жаздық па гүлім? Ал қалғандар дайын отырамыз жазғандар. Табиғатқа қатысты барлық нәрсе адамзаттың қолында. Барлық нәрсе кішігірім әрекеттен басталады. Дәл осындай мыңдаған, миллиондаған адам жасай бастаған. Бізде экологиялық проблемалар мүлде өз болушы еді. Сондықтан әр адам өзіне бастауы керек. Менің бастауым болашақты қазір өзгертпесе де кейін өзгертеді. Ал жақсы, тамаша. Ал келесі бірінші топтан бастайықшы. Дәптермен жұмыс болатын тақырып өте тамаша тақырып. Келесі, ал Ернияз айтамын. Ауылымыздың міні мен сынық қоқысы, шынында да қайда көз жүгірсек те айнала қоқысқа толы. Көшелеріміздің бейнесіне қарасаң көзіңе жас келеді. Тіпті өмірімізге де сіңіп бара жатқан секілді. Жас жеткіншектердің ойы осы сол уақытта дамып бара жатқаны жанға әбден батады. Ертеңгі болашақтың сау болып өсуіне бірге күресуіміз керек. Жас ұрпақтың болашағын ойлайық. Жақсы, жарайсыңдар, тамаша балалар. Ал Елзира, үшінші топтан Елзира. Біз өзіміз істесек те біреуден көре саламыз. Ал ертеңгі күні бізге жаман. Өйткені біз өсеміз. Сосын біздің балаларымыз да сондай болады. Балалар, демек біз жақсы қасиетті не істеуіміз керек екен? Бойымызға сіңіруіміз керек екен. Ал жаман қасиеттен біз алшақ болып, аулақ болуымыз керек екен. Олай болса барлығымыз алдағы мақсатымызға қол жеткізу үшін не істеуіміз керек екен? Тек қана білімге құштар болу керек. Білімге құштар болуымыз керек екен. Тәрбие де соның ішінде барлығы тек қана осы бастауды ала отырып, біз алдағы өмірімізді жарқын екенін байқатуымыз керек екен. Олай болса жақсы балалар. Балалар, енді
үйге берген тапсырманы бағалай, күндегі бағалап жүргендей, міне, алдарында тұр. Алма десем 1 балды қоясыңдар, алмұрт десем 2 балды қоясыңдар, құлпынай десем 3 балды, апельсин десем 4 балды, ананас десем 5 балды қоямыз. Солай ма? Олай болса, бүгінгі үй тапсырмасын пысықтауға барлығына 1 деген балды қоямыз. Ал өздерің қойылыңыздар. Ал балалар, жақсы, тамаша, үйге берген тапсырманы барлығын толық жақсы атсалыстыңдар. Олай болса балалар, енді жаңа тақырыпқа көшейік. Бұл әлеуметтік оқу пәні. Енді жаңа тақырыпты бастау үшін, бастамас бұрын сендердің жаңа топқа бөлінген түрлі түсті қағаздар бар. Сол қағазды бір-бірімен мозаикация арқылы құрасаңдар, сурет шығады. Сол суретті байқап ішкен сурет. Және де өте сендерге өздеріне таныс. Демек, бүгінгі тақырыбымыз ит адамның досы екен балалар. Тақырып өте керемет. Олай болса, қысқа ғана қазір сендерге тыңдалым бар. Тыңдалымды тыңдап алайық. Одан кейін сабақты армен бірі жалғастырамыз. Күріңім жер таппайды қанша, менеді таусмады таған сонша, салитым де сабырым жоғалмады, түнді балдан соқпады жалынғанша. Ол аяқпен атар артан күнге, қай жаққа кетіп қалды қан күнде. Күрім бестім, тазитым аман болса, қан солар, қарауын аң күнге. Қазақ халқы ежелден 7 ғасырдан бері итке үлкен құрметпен қараған. Сондықтан да олар қанша уақыттан бері адамға адал болып келеді. Иттер шамамен осыдан 10 000 жыл бұрын қол жүргізе бастаған. Қазір дүние жүзінде иттердің 700-ден аса тұқымы белгілі. Олар дене бітімі, үлкен кішілігі, түгі, түсі, әрекеті жаратылысы жағынан ажыратылады. Қолымен тегіне қарай аңшы иттер, күзететін және үйде сән үшін ұсталатын иттер деп 3 топқа бөлінеді. Халқымыз ит арыс деп есептеген. Келген қонаққа арнайы ақсарбас сойып, дәм татырғаннан кейін малдың қанын немесе асылған еттің қалғанын итке беретін болған. Бұл әр тіршілік иесінің өз несібесі бар дегенде білдірсе керек. Елімізде кеңінен танымал ит тұқымдары Абадан мен Құмайтазы. Көшпенді халықтың қолғанаты болған қасқа тұқымдастар қашанда бағалы болып саналады. Мұны мемлекет басшыларының бір-біріне жасаған сыйынан да таңдауға болады. Ит туралы қызықты деректер. Иттің алдыңғы аяғында 5, артқы аяғында 4 башпай болады. Күшіктері соқыр, саңырау, тіссіз болып туылады. Кейбір иттер 2 миллиондай иісті ажырата алады. Иттер құшақтағанын ұнатпайды. Оны адамның өзінің басының деп түсінеді. Күшіктерде 28, иттерде 42 тіс болады. Олар 250 сөз бен қимылды есінде сақтай алады. Ит асырайтындар басқа адамдардан қарағанда көзінің 66% артық қозғалады.
тамаша. Ал балалар, енді олай болса, ит туралы жақсы мағлұмат алып, есіңізді сақтап, Енді сендердің алдарында бақпырауық деп суреті бар балалар. Егер де сендер итті күшікті асырайтын болсаңдар, итке қандай қамқорлық жасар едіңдер, немесе оны қалай бақытқа қарар едіңдер, сол жайында кішкене ойларыңды біле қояйықшы балалар. Бірінші топ. Өздеріңдер қараңдар бақпырауықтарыңды. Сендердің екінші топта тұр және үшінші топтағы бақпырауықтың атауын оқиықшы балалар. Ал, Нұрсұлтан. Қандай екен? Айта ғой. Жақсы. Жақсы. Көру, күшті естеңіз дейді. Жақсы. Көрем. Екіншіне мақтаныш, итімен мақтанып жүре аласың ба? Өйткені ол ақылды болса. Келесі, ал, Ақжай. Өзіңе сенімділік. Өзіңе сенімділік. Қасында күшігің болса, өте сенімді жүреді екенсің. Жақсы. Кеттік нышан айта ғой. Мақтаныш. Мақтаныш дейді. Тағдан. Қуаныш. Қуаныш. Не деп қуаныш екенсің? Жақсы көріп, Иә, ал. Сатып аласың. Жақсы көру. көру дейді. Дұрыс, жарайды балалар, тамаша. Енді тағы бар ма сіздерде қалып кеткен сөздер? Өз-өзіне сену. Дұрыс айтады. Өз-өзіне сену дейді. Сағыныш. Ол егер күштерің ешері болмасын сағынасыңдар ма? Реніш. Реніш. Не үшін реніш? Кейбір кезде итіңе ренжу мүмкін. Дұрыс айтады. Кейбір кезде ол айтқанды тыңдамай немесе жаңағы бөтен кісілерге үретін болса, сен не істейсің? Ренжисің. Дұрыс айтады. Өйткені оның ақылдылығымен сен мақтанып жүрген болатынсың. Жақсы, тамаша. Олай болса балалар, енді сендерге тапсырма берейін. Топқа бір-бір міне жануардың суреті беріледі. Осы екі жануардан алып, соны сипаттап жазайық. Оның ерекшелігіне тоқталайық. Ал, балалар, 3 минут уақыт берейін. Әрқайсының 3 минут топпен жұмыс болғандықтан бірігіп, ойларыңды бөлісе отырып, айта қойыңдар. Айта қойыңдар. Қай жануардың болысымен боласың? Тышқан мен жылқы. Ал екі топ сендер? Дұрыс, құс пен мысық дейді. Үшінші топ сендер қалған? Ит пен алтын балық. Дұрыс айтады. Ит пен алтын балық. Жақсы, тамаша. Ал болдық па? Болғанымыз? Барлығың болыңдар ма? Ал олай болса, қай топ бастайды? Тағы да? Ал Гүлмаралда бастайықшы. Гүлмарал, қай жануар жаздың? Дұрыс, айта ғой. Тышқанның 2-3 түрлері бар. Дәнді дақындар мен жидектермен, шөппен қоректенеді. Қоректенеді, 2-3 түрі бар дейді. Ал енді біз тышқанды көрдік қой балалар? Көргенбіз. Дала тышқанды және үй тышқанында біз білеміз, көргенбіз. Жақсы, тамаша. Тағы, енді біз қай жануар? Жылқы. Ал еріне біз. Жылқы ол ет және қымызды салқынып, арбаға не шанаға жегу, әскерлердің жұмысы секілді жұмыстарға қолданады. Дұрыс, жақсы. Тағы енді жылқыдан неге қолданамыз өзін? Жылқының өзі қасиеті қандай? Аңға. Көлік ретінде қолданамыз. Тағы да? Өте керемет жануардың бірі, иә? Төрт түліктің бірі. Және де етін не істейміз? Жейміз, қазқарда жалғаяшыз, сүтін ішеміз, терісін пайдаланамыз. Сендерді? Ал, айта ғой. Мысық екен, бөлімнің оқиып жатқан, Мысықтарды көбінесе тышқан аулау кезінде асырайды. Одан басқа да, мысалы, киделі отырған адамдарға жақындау арқылы оны тыныштандырады. Мысықтың адам баласына пайдасы өте көп. Мысықтың адам баласына пайдасы өте көп дейді. Ал, Марин? Құс жануарлардың ішіндегі ең ақылды құс. Ол адамдарға ерікти сөйлей алады. Оларды көбінесе
жарайсыңдар. Ал олай болса, балалар, барлығы осы тапсырма бойынша мына бірінші топтан Ернияз, Гүлмаралға, Алмұрт. Екінші топқа Гүлімге және Маржанға, сендерге де Алмұрт деймін. Үшінші топқа Толғанай мен Елзираға Алмұрт. Және жаңа қосымша айтылған осы жерде ақпаратты қосымша айтпасында тыңдару бойынша Еркебұланға Алма, Нышанға Алмұрт, және тағы Ақжайыққа Алмұрт. Мына беттен Еркеғали жауап бердік пе жаңа? Жауап бермедік пе? Азамат, сен жауап бердің, демек саған да Алмұрт. Замира, саған да Алмұрт. Жақсы жарайсыңдар, тамаша. Олай болса балалар, тағы енді келесі тапсырма бар балалар. Ол тапсырманы орындау үшін мен бірінші топқа мәтіннің берілген бөлігі бойынша майлы сипаттау деймін. Қазір сол мәтінге қазір көз жүгіртеміз. Екінші топ суреттерді сөйлетеміз. Үшінші топ сендерге мәтінді жалғастырып қалай айтасыңдар. Олай болса, балалар, сендерді түсінбей жатқан боласыңдар. Демек біз оқулықты ашайық. Оқулықты ашып, бірінші бөлігі, бірінші топ, екінші негізгі екінші бөлігі, екінші топ, мәтінді аяқтайтын үшінші топ. Жарайсыздар ма? Олай болса, мәтінді бірінші оқып алайық, одан кейін ары қарай тапсырмамызды орындаймыз. Ал Ернияз оқысын бірінші топтан, қалғандарымыз белсенді сабаққа қатысып отырайық. Майлая келесі середей ит болып қалған. Аяқтары сидам, үлкен жарғақ құлақтары, қалқиған жүні тықыр. Дене бітімі қазағы төбет иттен гөрі тазы тұқымына көбірек тақыр. Майлая байлау көрмей ауғанның ішінде еркін шапқылап өшкен беске үшек. Сырттан біздің қақпаға қарай бөтен адам. Бөгде мал келе жатса ас етіп алдынан тұра жіберетін әдеті. Жоқ, Майлая қабайған емес. Балық шолжаң мінезі ұстап тек қорқытып үлгірткісі келгендей одыраңдап айнала шауып өтеді. Кішкене бала шаға болса басынан секіріп шекеледі. Біраз күннен бері Майлая бұрынғы өмірінен еркін зар. Үйлі малымызды сата бастағалы біз оны шынжырлап қоятын болғанбыз. Себебі ауылдан Алматыға көшетін болдық. Байлап қою төбемізді өзі түсінбейді әрине. Менің не жазым бар, неге байлап қойыңдар дегендей балаша жылап, қиысылап аяғымызға оралады. Жалынып жалбарынғандай болады. Арқайда отырамыз, Алмашын. Тәттір бүгін бір сұмдықтың болатынын Майлая енді сезді. Таңертең ит аяқ қақырған асты ішпей дегеннің шетінен тұмсығымен қағып төгіп тастады. Сосын шоңқиып отырып алып, тұмсығын көкке созып ұлуға кірісті. Дәл бір басына күн туып зарланған адам тәрізді. Әй еркін, мына ит біздің бүгін кететінімізді біліп, соған ұлып отыр. Өзі бірдеңе етіп алып кетсе қайтеді. Жамалымен қатар суға кетеді, дейді әйелі Зарифа. Майлаяның зарлы дауысы оның көңілін бөліп итімді мен де қимаймын, бірақ қалай әкетеміз. Пойызға бірдеңе етіп мінгенмен Алматыға барған соң өз үйіміз жоқ, қайда ұстаймыз бұны? Әбекең келем деп еді. Ой, сол кісіге аманат қып тастап кетеміз. Қорқылмайды. Әбекең өзі ауылдың қойшысы. Жақсы адам. Майлаяқты маған бер деп өзі сұраған болатын. Таңертеңгі шайымызды ішіп бола бергенде әбекеңге жетті. Сүйікті итімізді тіліміз жеткенше аманат етіп тапсырып жатырмыз. Қолына жарты тапанан ұстаған әбекеңді байлаулы Майлаяқтың қасына ертіп келдім. Ол алдыңғы екі аяғын көсіліп салып, басын аяқтарының үстіне қойып, біртүрлі ойға батқан секілденіп сұлық жатқан. Біздің не оймен келе жатқанымызды сезгендей зып беріп, қасындағы тақта үйшіге кіріп алды. Майлая шық бері, шықпайды. Майлая келе ғой, бері шығудың орнына үйшіктің бір жағына тақала түседі. Майлая, қазір бізге мәшине келеді. Біз кетеміз. Сенің жаңа ең міне мына кісі. Танып біліп ал. Майлая, мә, жей ғой деп, әбекең қолындағы нанды үйшіктің аузына алып барады. Қыбыр еткен Майлая жоқ. Ақылды біліп жатыр. Біздің кеткен соң, әбекең өзіңнің бірдеңе етіп көңілін табасыз Майлаяқтың. Балалар, демек иттің аты кім бұл? Майлая.
қайда кетіп бара жатыр екен? Олар көшуге кетіп бара жатыр, Алматы қаласына. Демек енді олар итті алып кете алатын болды ма, алып кете алмайтын болды ма? Себебі? Пойызға қалай біз алып кеткенімен деді, бірақ біздің итті асырайтын үйіміз жоқ деді. Ал енді Майлыаяқтың көңіл күйі қандай болды балалар? Ренжулі. Не себепті ренжулі болды? Майлыаяқ кәні қол көтерейік. Ал азамат айта қойшы. Реніш болды, тағы да. Ол байланған ит педі, байланбаған ит педі? Байланған беді, байланбаған беді? Ол байланып тұр, егес кететін болғандықтан. Ал енді оның алдыңғы уақыттарында байланып үйренген ит пе екен? Жоқ. Ол алдыңғы уақыттарында бос алып жүрген. Ал әкесі мен ертің ата-анасы Алматыға көшуге кететін кезде оны шынжырлап қоятын болған. Дұрыс айтады, оны шынжырлап қоятын болған. Ал енді келесі егесі кім болды? Кім келеді екен ол Ал енді бала, жақсы. Мәтінді түсіндік қой? Ал енді осы мәтіннің авторы кім екен? Ал олай болса, Бердібек Соқпақбаев кім екенін біз мұқият қарайық балалар. Ал Бердібек Соқпақбаев Алматы облысы Бағынқол ауданында дүниеге келген екен. Қай жылы дүниеге келген екен? 1924 жылы дүниеге келіп, 1992 жылы дүниеден қайтқан. Ал енді осы Бердібек Соқпақбаев десе бізге ең бірінші қандай оның бір қызықты әңгімелері есімізге түседі? Ал енді қожа туралы кішкене сипаттап айтып өтейікші. Жылдамыздан қожаның қандай қасиеттері ұнады, немесе қандай қасиеттері ұнамады? Өте қызық. Алыншан. Ол бұзық болғанымен өте ақылды. Дұрыс айтады, ол бұзық болғанымен өте ақылды бала. Жақсы. Ал енді бүгінгі сол біздің Бердібек Соқпақбаевтың бізге осы 4-ші сыныпқа арнаған бүгінгі тақырыбымыз ит адамның досы болады. Ендеше біз ол қалай дос болады? Бердібек Соқпақбаевтың әңгімелерін қысқаша айтып өтейік. Әңгімелері: сен ұйықтап жатқанда менің атым қожа және шалмен бала екен. Ал кітаптары чемпион, бұл жарық көрген жастар екен. Шығармалары жаңа менің атым қожа бірнеше атаумен шығармалары шығарылған екен. Ал бала, енді ит деп айтып жатырмыз. Алғаш біз осы ғарышқа ұшқан не болды? Дұрыс. Алғашқы тексеру барысында біз алғашында итті ғарышқа ұшырған екенбіз. Дұрыс. Ал енді біз айтып жатырмыз. Иттің тағы түрлерін көрдік қой. Енді бірақ жабайы итке тұқымдас қандай жануар бар бізде? Қасқыр. Ол қасқыр ит сияқты ақылды ма? Қолға үйрене ала ма? Жоқ. Ол өйткені не себепті оның атауы жыртқыш деп аталған? Өйткені ол дала жануар екен. Жарайсың, тамаша. Ал балалар, олай болса, кішкене сергі düzelтін. Сергі балалар, ары қарай тапсырмаларды орындаймыз, Ал балалар, күн, ауа, су, және жер. Кішкене демалып, жақсы, тамаша. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, басымызды көтеріп, келесі тапсырмаларға мұқият қарап, орындап шығайық. Дұрыс па? Ал енді, балалар, жаңағы осы тапсырма бойынша бағалауларды қайтадан бағалап жіберейін. Ернияз, Құлпынай Ерниязға, мына жақтан кім еді? Маржанға да Құлпынай, мына жақтан Елзираға да Құлпынай. Ал бірақ та қосымша тапсырмаға
және мына топтан Нұрислам кішкене сабаққа белсенді қатысып отырайық, бірақ Нұрислам жаңа бір сұраққа жауап берген, демек оған да алма жемісін бере қояйық. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді балалар, келесі тапсырма бізге былай дейді. Автордың кім екенін білдік. Иттің және қасиеттерін де ерекшелікте түрлерінде таныстық, солай ма? Олай болса, бірінші топ автор туралы және ит туралы тапсырманы орындайық. Екінші топ майлаяқ жеті қатын туралы ойларыңызды бөлісіңдер. Және де бошаған ортамен бөлісіңдер. Үшінші топ. Ал бала, сендерге бір 2 минут уақыт берейін. Бала белсенділік танытайық. Жылдамдықта тапсырмалардың барлығын толық мұқият орындап шығайық. Уақыттарын өтіп бара жатыр бала. Ал дайын. Екінші топ дайын дейді. Ал барлық топ дайын. Олай болса, бірінші топтан бастайық. Автор және иттерге. Замира. Ертең соңғы бой тағы қандай шығармалар жазған? Қандай әңгімелер бар еді? Менің атын қожа, қандай? Қайдасың? Гауһар. Сен ұйықтап жатсаңда. Сол бір сапар. Жақсы. Балалық шаққан саяхат. Және чемпион. Дамашы, жақсы жарайсың. Автордың әңгімелері, иә? Жеп. Жақсы. Енді ит туралы. Тағы да ит туралы. Ал енді тыңдайық болып, Итті қандай кезде асырау керек? итті қандай кезде асырау керек? Жақсы, тамаша, жақсы. Ал кет. Бірінші топ бітті. Екінші топ. Сендергі сұрақтарың майлаяқ және жеті қазына. Ал Еркебұлан. Майлаяқты кім асырап алды? Майлаяқты кім асырап алды? Жақсы, тамаша. Майлаяқ жеті қазынаның бірі ме? Бермеме, өйткені ол ал кет. Майлаяқтың жаңа иесі кім болды? Жаңа иесі кім болды? Майлаяқтың тілін тапты ма? Тілін тапты ма? Ал. Деп кеңдік болады. Сөйтіп әбекең майлаяқтың тілін таба алмайды. Арада бір-екі күн өтеді. Майлаяқ бұл иесін танып біліп алып үйреніп бастады. Әбекең де оның тілін табып екеуі тату-тәтті өмір сүрді. Жақсы, екеуі тату-тәтті өмір сүрді дейді. Ал балалар, ендеше барлығына бірдей сұрақ. Егер де майлаяқтың орнында сендердің кереметтей бір күшіктерің болса, сендер тура сол жаңа майлаяқтың егесіндей бір жаққа көшетін болсаңдар, қандай көңіл күйде болып, қандай бір шара қолданатын едіңдер? Ал қойыңдар. Қандай шара қолданатын едің? Тағы, Ерасыл. Ойыңды бөлісе аласың ба? Ал, тағы. Еркеғали, айта қойшы. Майлаяқтай күшігің болса, не істер едіңдер? Мен оған тамақ беріп асырайтын едім. Тамақ беріп асырайтын, сен көшіп кетіп бара жатсың ғой. Ал айта қойшы. Алып кетуге тырысатын едім. Алып кетуге тырысасың, бірақ оны алып кетуге болмай жатыр ғой. Тағы. Менің күшім болса, мен оны асырап тамақ беретін едім. Бересіңдер ғой, жақсы. Тағы. Ал еркек бар. Мен майлаяқты тастамай сол ауылда қалатын едім. Сол
қазір қалбарға Кейінді тастап кетті. Майла табыстады демек біз де дәл сондай бір шара қолдану керек болса, бір жақсы бір егесіне табыстауға болады екен олар. Демек олында бір оңтайлы және дұрыс шешім деп табыңдар олар олында. Дұрыс жарайсыңдар. Ал балалар, ендігі келесі сендерге тағы бір тапсырма бар. Ол тапсырманы қалай орындаймыз? Мынау ненің суреті екен? Ит және өте әдемі күшіктің суреті, иә? Ал енді, бағанадан бері біз айтып жатырмыз. Иттің, жаңа күшіктің, оның ерекшеліктерін, оның қасиеттерін айтып тұрмыз, солай ма? Енді сендерге тапсырманы алдармен қазір қиындық қағаздарды тастаймын. Осының ішінен біз қазір оның қандай қасиеттері бар екенін білеміз. Дайынсыз ба? Тақтаға шығып, Бішанның қолындағы қандай сөз екен? Ит күзетші дейді. Жақсы, тамаша. Кет, ер асыл келе ғой. Ит күзетші дейді. Жақсы. Ит ақылды дейді. Ит дос дейді. Жақсы, тамаша. Бала қазір, мына айтты қояйық. Ит балалар қызметші ит көмекші екен. Тағы не сендердің? Ал еттері шыға ғой. Ит иісшіл дейді. Жақсы, тамаша. Ит иісшіл дейді. Дұрыс. Мына айтты қояйық. Ал Тоғана сенің қолында бар ма? Ал, өте ғой. Ит қарушы дейді. Жақсы. Яғни балалар, иттің көптеген жақсы қасиеттерін балалар біліп жатырмыз. Ит иесін жақсы көреді. Ит иесін жақсы көреді. Жақсы, екеуін де алып келе ғой. Ит иесін жақсы көреді. Жақсы, мен саған көмектесіп берейін. Ит иесін жақсы көреді екен балалар. Жақсы, тамаша. Ал балалар, барлығымыз хормен бір пысықта жіберейік. Ит көмекші. Барлығымыз итті күшті жақсы көреміз ба? Жақсы, балалар, жақсы, керемет, тамаша, жарайсыңдар. Ал балалар, ендігі сіздерге барлығын қазір бағалауды айтып жіберейін. Тапсырма бойынша барлығын толық жақсы әдемі қатыстыңдар. Демек, барлығына мен сендерге құлпынайын. Ал бағалап жіберіңдер өздеріңді құлпынайын. Құлпынайын. Бағалап жіберейік тапсырма бойынша. Тамаша, белсенді қатыстыңдар сабаққа. Ал балалар, олай болса, енді дәптерді ашайықтарына жылдан сөздік, екі сөздік жұмыс бар бізде. Оқулықта. Қандай сөздік жұмыс бар екен? Кім айтып жүреді? Середей екен. Середей сорайған ұзаған. Сорайған, ұзаған деген мағынаны білдіреді екен. Ал Басына ұмтылған, қиыншылыққа тап болған. дұрыс айтады, қиыншылыққа тап болған. Ал екен балалар, тез жылдамдатып. 2 минут уақыт берейік. Жылдамдатып жазып мүмкінді. Бүгінді жаза қойыңдар. Осы екі сөздік жұмысын жазып алайық. Қосымша тағы тапсырма ұсынылады қазір.
көркем, сауатты, таза жазайық балалар. Ажайып. Болды па? Ой, тамаша балалар. Жақсы. Болғандарымыз. Қалай отырамыз? Көріп отырайық. Кімнің болғанын? Кімнің болғанын? Көріп отырайық. Жақсы, тамаша. Көркем жаздық па балалар? Иә. Әр тасыманы мұқият орындау. Жетті ма? Үшінші топтан тағы. Жазып алғанда бар екен. Жақсы, тамаша. Ал балалар, алдарыңа қандай қағаз таратылды? Иттің ұяшығы, иә? Бос тұрған иттің ұяшығы және ұяшықтың ішінде құстың жатқан суреті бар екен. Дұрыс. Ал балалар, бұл не себепті берілді сендерге? Өйткені балалар, енді бүгінгі сабағымыз қалай өтті? Не түсіндіңдер? Бүгінгі тақырыпты түсіне алдыңдар ма? Қызметші болатынын білдім. Жақсы, жайлы тамыр. Тағы да қандай ақпарат алдыңдар өздеріңе? Иттің дос, иісшіл, қызметші екенін білдім. Тағы да жақсы ақпарат. Ақылды. Ит ақылды. Тағы да. Ит күзетші және дос. Және, Ит көмекші. ал майлаяқ туралы не білеміз тағы да? Тез майлаяқ туралы. Мәтін туралы. Қысқаша айтып өтейікші. Мәтіндегі, ал айтып. Майлаяқ. Есі кетпей тұрып жақсы еді. Есі кеткен кезде жаман болды. Көңіл күйі түсіп кетті, көңіл күйі түсті. Өйткені итті есімен қинасын деген сөз бар балалар. Ал айтып. Ит ақылды. Ит ақылды деді. Есін жақсы көреді. Дұрыс айтады. Ит есін жақсы көреді. Майлаяқ туралы ит есін жақсы көрді ме майлаяқ? Есін жақсы көрді. Қимады. Жақсы тамаша. Олай болса барлығымыз кәні бос ұяшықты таңдап отырмыз ба, жоқ әлде ұяшықтың ішінде майлы аяқтың отырғанын таңдап отырмыз. Жақсы тамаша. Жайрайсыңдар. Демек, әрдайым ақылды, иісшіл, есіне өте қамқор күшікті біз асырайық балалар. Жеті қарнаның бірі дедік, иә? Ал жеті қарнаның кім атап шығады екен? Ер жігіт, сұлу жар, білім, жүйрік, кран бүркіт, майтазы, берен ұлттық. Ал енді майлаяқты балалар неге суреттеп, қандай итке суреттеп берді автор бізге? Автор бізге азғымай, тазға жақсы жарайды тамаша. Енді автор кім болды? Жақсы. Итті жаңағы. Ит адамның досы ма екен? Ит адамның досы. Жарайды тамаша. Ал олай болса балалар, біз
бүгінгі сабақ